желілердегі өзара әрекеттесу. Бүгінгі таңда әлеуметтік желілер заманауи интернеттің орталығына айналды. Бұл интернеттегі ең танымал іс-шаралардың бірі. Әлеуметтік желілер мемлекеттік қызметкерлер арасында танымал болуда. Ұйымдардың 80%-дан астам әлеуметтік желілерді жұмыста пайдаланады. Көптеген адамдар ресми аккаунттар ашады. Бүгін біз негізгі қателіктерді талдап, мемлекеттік қызметкерлер үшін ережелер жинағын құрамыз. Біріншісі, аккаунтты тектен-тек ашпаңыз. Сіз жасай алатын ең тиімсіз шешім бұл тіркелгі жасау және кейде оны қайталау және жергілікті сайттардан танымал жаңалықтарды жазу. Ашылған комментарийлерді бар жартылай өлі профиль сізді танымал етпейді және сіздің халық арасында беделіңізді арттырмайды. Екіншісі, үнсіз болмаңыз. Комментарийларға жауап беріңіз. Егер сіз өзіңіз жариялағаныңыздай әр түсініктемеге жауап берсеңіз, отбасыңызға және жұмысыңызға уақыт жетпейтіні түсінікті. Бірақ өзіңіздің профиліңізде күніне кем дегенде 15 минут бақылау ережесін алыңыз. Мұны поштаны тексеру ретінде қарастырыңыз. Сізде қабылдау уақыты бар. Егер сіз келушілер аз болған сәтте табылатын болсаңыз, сұрақтарға профильді жауап беріңіз. Түсініктемелерді бақылау және жылдам өңдеу үшін ыңғайлы қызметтерді қосыңыз. Үшіншісі, уақыт мүмкіндік бермейді деп айтпаңыз. Уақыт жоқ па және сіз басшысыз ба, өзіңізге шағын баспасөз қызметін құрыңыз және оған өкілеттік беріңіз. Әрине бұл туралы жазушыларға хабарлаңыз. Сізде көмекшілер болады. Барлық танымал әлеуметтік желілерде ВКонтакте, Facebook, Одноклассники байланыс тәсілдерін ұйымдастырыңыз және пайдаланушыларға өтініштер қабылдайтын барлық контактілерді көрсетіңіз. Төртіншісі, әлеуметтік желілер ол газет емес. Әлеуметтік медиа мүмкіндіктерін пайдаланыңыз. Қарым-қатынастарды геймифициялаңыз. Азаматтарды қабылдауға ұқсас сұрақ-жауап рубрикасын ашыңыз. Көптеген адамдар жеке сөйлесу мүмкіндігін бағалайды. Мерекелерден және басқа да маңызды іс-шаралардан тікелей эфир жүргізіңіз. Бесіншісі, негативті назарсыз қалдырмаңыз. Адамдар сіздің парақшаңызды табуға уақыт жоғалтты, мәселені сипаттауға уақыт бөлді. Олардың қызметін шағымдарға тез жауап беру үшін жақсы негіз болып табылады. Олар сіз туралы жиі сөйлейді және бұл пікіртастар сіздің шынайы байланыстығы болады. Дұрыс сөздерді табу әрдайым мүмкін емес. Шағымданушыларды қабылдауға шақырыңыз, немесе олардың проблемасын ықпал ететін адамдармен байланыс орнатыңыз. Ресми тонның артына жасырынбаңыз, бұл көмектеспейді. Қарапайым болыңыз, шынайы өмірдегідей сөйлесіп жазыңыз. Барлық осы мөрлер мен кіршелері пайдасыз. Ақпараттық емес және бәрін тітіркенетін сөз тіркестерінің мысалдары. Біріншісі, бұрын соңды болмаған шаралар, ресми өкілдер хабарлағандай, билік қолдан келген бәрін жасайды, берілген уақыт аралығында ерекше назар аударады, заңнамаға сәйкестікте жүргізу қажет, тексерілген дерек көздердің ақпараты бойынша, жеке көзқарас, шамамен 10 мың, шамамен 40 адам, мысалы, инновациялық әзірлемелер, кәсіпқойлар командасы, дұрыс деп саналады, максималды әсер, тәртіп сақшылары, жоғарғы деңгейде кездесу. Жетіншісі, қызықты болыңыз. Сіздің жазуларыңыздың көпшілігі үшін ресми отырыстардың хаттамалары ештеңе жоқ. Қызығушылық танытқан қажетті газеттерді жазып алады. Сондықтан құрғақ ресми мазмұннан аулақ болыңыз. Қандай спортпен шұғылдану туралы, демалыс күндері қандай фильм көргеніңіз, немесе чемпионатта кімге жанкер болғаныңызды айтыңыз. Әлеуметтік желілерде жеке бренд құру оңай емес. Жақсылық пен жамандықтың ортасында болып табылады. Сегізіншісі, жеке өміріңіздің жасыруын қажеті жоқ. Есіңізде болсын, әлеуметтік желілердің ашықтығы сіз туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Егер сіздің отбасыңыздың мүшелері дұрыс емес өмір салтын ұстанса және салауатты өмір салтының маңыздылығы туралы хабарлама жіберген кезде оны әлеуметтік желілерде көрсетсе, сіз кем дегенде алаяқ деп атайды. Сондықтан егер сіз өзіңізді жеке өміріңіздің бір бөлігін сақтап қалғыңыз келсе және әлеуметтік желілерде мынандай пікіртастарды көргіңіз келмесе, жақындарыңызды ескертіңіз. Өз пікіріңізді айтыңыз. Сөйлеңіз. Шындықтан ажыраған профиль сақтау үшін кем дегенде таңғаларлық болады. Посттарды жариялаңыз. Өз пікіріңізді білдіріңіз. Өйткені ақпарат таратушылар тек саясат тақырыбында ғана емес, бәріне де қатысты болуы мүмкін. Мемлекеттік қызметкерлерге арналған
әлеуметтік желілердегі жұмыс бойынша арнайы жадынама. Біріншісі, интернеттегі қарым-қатынас кезінде ненормативті лексиканы пайдаланбаңыз. Қолданыстағы конституциялық жүйені сынға алмаңыз. Билікті сынаған материалдарға лайк баспаңыз. Оппозициялық топтарға кірмеңіз. Бос уақытында мемлекеттік қызметкершілерге олардың беделіне теріс әсер ету мүмкін әрекеттер мен мәлімдемелерден аулақ болу ұсынылады. Мейрамханалардан қымбат көлік фонында шетелдегі суреттеріңізді салмаңыз. Және мемлекеттік органның беделіне әсер ету мүмкін іс-әрекеттерден аулақ болуы керек. Қымбат аксессуарлар мен киімдер көрсету ұсынылмайды.